Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді тюльпан самсаның жасалу жолын ұсынамын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Қамырының жұмсақтығымен, әдемілігімен сізді таңғалдырары сөзсіз. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тюльпан самсаны сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қамырына керекті заттар ұн, сары май, қаймақ, жұмыртқа, тұз және қопсытқыш. Ең алдымен ыдысымызға електен өткізілген ұнды саламыз. Қопсытқышты саламыз. Араластырамыз. Салқын сары майды турап саламыз. Сонан соң қолымызбен жақсылап үгітеміз. Қаласаңыз сары майды үккіштен өткізсеңіздер болады. 82% асатын сары майды қолданып жатырмын. Мінекей барлығын үгітіп дайындап алдым. Енді қаймақты саламыз. Жұмыртқаны саламыз. Тұзды саламыз. Барлығын біріктіріп, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жабамыз. Тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Ал біз әзірге салмасын дайындаймыз. Салмасына керекті заттар ет, пияз, сұйық май, тұз, қара бұрыш, кориандр. Ең алдымен ыдысымызға туралған етті саламыз. Ұсақтап туралған пиязды саламыз. Сұйық майды құямыз. Дәміне қарай тұз бен қара бұрыш саламыз. Кориандр саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өзіңізге ұнайтын кез келген дәмдеуішті қосуға болады. Қаласаңыз тартылған етті пайдаланыңыз. Жақсылап араластырып дайындап алдым. Дайын тұрған қамырды 16-17 бөлікке бөлеміз. Барлығы бірдей болу үшін таразымен өлшеп алдым. Самсаның үлкен кішкентай болуы осы кезде қамырды бөліп жатқаныңызға байланысты. Бөлінген қамырдың барлығын дөңгелектейміз. Дөңгелектеп дайындап алған қамырдың бетін жабуды ұмытпаймыз. Енді үстелдің үстіне аздап ұн себеміз. Бір қамырды алып дөңгелек жұқа етіп жаямыз. Ұнды көп пайдаланбаймыз. Қамырды жұқа етіп жайғаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Сонан соң қамырдың ортасынан шетіне қарай кесеміз. Арнайы кескішті немесе пышақты пайдаланамыз. Енді дайын тұрған салмадан саламыз. Тым көп немесе тым аз қылмаймыз. Сонан соң видеодағыдай ақырындап орап бүгетін боламыз. Қамырдың астыңғы бөлігі пісу барысында ашылып кетпес үшін қолымызбен қаттырақ қысып бүгеміз. Бізде әдемі тюльпанның пішіні шығатын болады. Қамырдың барлығын осы әдіспен қайталап шығамыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Қаласаңыз салмасын өзгертіп тартылған ет, картоп, асқабақ салсаңыздар болады. Дайын болған қамырдың барлығын формаға пергамент қағазын төсеп орналастырамыз. Қамырды жаю барысында ұнды көп пайдаланбаймыз. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Енді бір жұмыртқаны шайқап, қамырдың беттеріне жағып шығамыз. Сонан соң күнжіт сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді тюльпан самсалар дайын. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Қамырының жұмсақтығымен, әдемілігімен сізді таңғалдырары сөзсіз. Кез келген мерекелік дастарханға, қадірлі қонақтарыңызға ұялмай ұсынуға болады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін тюльпан самсаны сіздер жасап көріңіз. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.